Қайырлы күн қымбатты көрермендер. Бүгін студиямыздың тағы да керемет қонақтары. Біздің мектебімізде жүргізілетін бірнеше үйірмелердің бірі сәндік қолданбалы өнер үйірмесінің қатысушылары және жетекшісі Эльмира апайымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі біздің студиямызға бір оқушыңызды алып келіп отыр екенсіз. Жалпы сәндік қолданбалы өнер дегеніміз не? Кім айтады? Қайсысын түсіндіресіздер? Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз ол біздің ата заманымыздан бері келе жатқан ұйым десек те болады. Яғни қазақ халқының ол керек жарағына қолданылатын, яғни көшіп қонып жүрген кезінде өздерінің көрпе жастық қылып алып жүрген өнер түрі. Енді бұл сәндік қолданбалы өнерде жалпы не жасайсыздар? Мен қазір өнерде бірнеше бұйымдарыңызды көріп тұрмыз. Енді мынау жастық қап қойын, құрақ жастық қап, мынау киіз үйлеріңізді көріп тұрмыз. Жалпы үйірмелеріңізде қанша оқушы бар? Эльмира Нәзірханқызы өзі айтып өтсін. Қанша уақыт болды жұмыс жасап жатқандарыңызға? Қанша оқушыны қамтып отырсыздар жалпы үйірмеде? Бізде үйірмеде жалпы 15 оқушы бар. Оның 6 және 8 сыныптар арасында. Жалпы қамтығанда бізде құрақ, ұлттық қолөнердің барлық түрі кіреді. Барлық затты өзіміз алып келіп оқушыларға үйретеміз. 15 оқушы қамтылып жатыр. Қазіргі таңда осы желтоқсан айында Қастеевтің 120 жылдық мерейтойына орай халықаралық семинар өтілді. Сол кезде Айханым қызымыз бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Бәрекелді, иә. Жетістіктеріңіз енді көптеген шараларға, осындай конкурстарға қатысып, әрине өзінің бағын сынаған өте жақсы. Енді қандай өнермен барыңыздар өзі? Не көрсеттіңіздер? Біздерде основном ұлттық киіз үйлер. Киіз үйлер. Жалпы осы киіз үй туралы бізге айтып беріңіздерші. Киіз үй енді былай ауызекі білеміз. Киіз үйдің құрамын, сол сияқты жабдықтарын енді сіздердің өздеріңіздің қандай қосып бір ерекшеліктері бар? Жалпы неден жасалады? Енді біздер мынау енді макет түрінде бұл қалай жасайсыздар енді? Яғни киіз үй дегеніміз орталық және орта Азиялардың, яғни баспанасы болып саналады. Көшіп қонып жүргендегі біздің үйінде. Яғни біздің баяғы ата-бабаларымыз көшпелі қазақ болған. Яғни олардың көшіп қонуына оңай болу үшін осындай ыңғайлы үй десек те болады. Жабдық, өте керемет. Жалпы оның құрылымы, қандай материалдарды қолданыңдар, түс таңдау деген сияқты не қосып айта аласыңдар? Мысалы, мынау да киіз үй екен, керемет. Мынау бізде ашық түрі, жарылғандағы көрінісі, ішкі құрылысты, ішкі жаңағы жабдықтан бәрі отыратын төсенішіне шейін алаша, көрпешесі, қорсық, мынау не тағы қасындағы бұйымдар? Сарымай құрттарыңыз да бар екен, керемет. Жалпы мынау 6 қанатты, 12 қанатты болып киіз үйлер бөлінеді. Жалпы құрылымын бәрін білеміз ба? Бізде бұл киіз үйді жасаған себебіміз балдарға қазіргі заманда көп адам білмейді. Бұрынғы өткен көшіп қонып жүрген. Қазіргі заманның жаңағы балдары. Қазіргі заманның ағымына қарай балдарға осылай киіз үйдің ішінде тұрады мысалға. Көрпе төсегі, бұрынғы ата әжелердің егарлары барлығы осы киіз үйдің ішінде тұрған, қалып осының ішінде тұрған. Соны балдарға түсінікті ету үшін осы киіз үйді жартылай үйреттік және осы түрде бағытталады. Біздің жалпы ұлттық құндылықтарымызды ұмытпай жастарға осылай біздің ұлттық нақыштағы бұйымдарымызды көрсету. Жалпы бұл киіз үйден бөлек тағы да қандай жұмыстар жасайсыздар? Біз одан бөлек бірнеше жұмыстарымыз бар. Бұл жерге симағандықтан келешекте әлі көрсетеміз. Құрақ түрлері бар. Бұл құрақ түрлерін Айғаным айтады. Қандай маталардан жасаймыз? Айғаным өзі біледі. Еркін өзім түсіндіріп айта берім. Жақындатып қояйық. Қандай матадан қолданады? Матаның қандай түрлері мысалы мынау? Біз бұны қатық маталардан жасаймыз. Қалдық маталардан жасаймыз. Дұрыс, өте. Матаны 3D форматта жасалған құрақ түрі. Енді көбінесе қазір жастарға беріледі, жас отбасыларға, жас қыздарға. Өйткені
құрақтай құралып кетсін деген ырыммен бәрекелді. құрақты біз құрап береді ата аналар ырымдап. Сондықтан біздің келешек қыздарымыз ана болады, тұрмысқа шығады. Осының бәрін үйрету мақсатында бізде үйірме жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ұлттық сандық қолданбалы өнер түрі. Бәрекелді. Ұлттық бұйымдардың ішінде тағы да қандай жұмыстар жатыр? Мысалы, мен көріп жүремін, осы оқушыларымыздың мынау әдемі қыздарға жарасымды тақиялар киіп жүргендерін, жилеткелерін, олардың да барлығын үйретесіздер ғой? Барлығы бар менде, барлығы тұр. Енді әрине күнделікті өмірде енді бізді сабақта оның барлық киіп жүре алмайды. Дегенмен кешегі Наурызда көрдік, өте керемет. Бірақ та енді бастауыш сыныптарда көп көреміз жилеткаларыңызды киіп жүрген. Жақсы. Оның барлығы да біздің қолдан шыққан туындымыз бар. Соның барлығы біздің ұлттық өнерімізді, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында жасалып жатқан жұмыстар ғой. Рахмет. Тағы да мысалы қандай жетістіктерге жеттіңіздер? Осы оқушыларыңыз қандай байқауларға қатысады? Негізгі мен байқауымша қазіргі таңда бұл мынау негізгі пәндерге қарағанда осы қол өнерге байланысты жалпы мына конкурстар аздау өтіп жатыр соңғы кездері. Сондықтан біз көрмеге көп шығамыз. Наурыз бар ма, басқа барлық көрмеге біз осы оқушылардың атынан, оқушылармен бірге өзіміз шығып жатамыз. Көрмелеріңізді көріп жүрміз. Кешегі Наурызда да көрдік. Соңғы барғанымыз осы халықаралық семинардан бірінші орын алып кеткен осы Айхан қызымыз. Айханым, айта қойшы, мынау жалпы қазіргі таңда осы оқушыларымыз көбіне жаңағы ойын сауық, әлеуметтік желіге құмартып кетеді. Мынау ұлттық құндылықтарымызға, жалпы өнерге деген қызығушылығын қалай оянсын? Қалай біз қалған оқушыларды да осылай өнерге баулып, осылай жақсы дүниелерді үйренуге шақыра аламыз? Мысалы, қазір бізде көптеген көрермендер де көріп отыр, мысалы, өзінің құрдастарын көріп отыр. Соларға мысалы не дер едің? Айтарың бар ма? Яғни ол құрақ көрпе бізге қазіргі жағдайда емес, біз болашақ өмірімізге де бұл керек болады. Жалпы мына осы өнерге деген қызығушылығың қалай оянды сенің? Өзің осыған қызығып келдің ба, жоқ әлде жоқ сен ата-анаң немесе сынып жетекшің болсаң қатыс деп мәжбүрленбеген шығар? Жоқ, өзім қызығып қатыстым, солай өзім тігіп үйренгім келді. Енді сен сол сенің қатар құрдастарыңды қалай біз қызықтырсақ болады? Бірінші келіп өздері жасап қызығып кете алады. Егер олар көрсету керек жалпы жұмыстарды. Сол үшін сен өзің құрдастарыңда ертіп келіп жасаған жұмыстарыңды көрсетсең, меніңше ойлаймын, мынандай керемет дүниелер көрген кезде кез келген қыз баласының қызығушылық ояну керек. Себебі әрбір қыз ол болашақ үйде ана болады. Осындай жалпы инені сабақтап, көрпені көктеп үйренуі қажет деп санаймын. Өмірде бәрімізге қажетті дүние. Қыз баласына ол тіпті жаңағы өздеріңіздің киіп жүрген киімдеріңіздің етегін қысқартса да, басқа қылса да, ол осының техникалық ережелерін барлығын сақтай отырып, қолданып үйренгені дұрыс шығар. Ал енді жалпы Эльмира Назырханқызы, мынау осы өнер балаға не береді? Ол қыз ол деп бөлмегеннің өзінде жалпы оқушыларымызға осы өнерді үйреткеніміз не ұтамыз? Бірінші очередь балаларды ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Бұрынғы атам замандағы қазақтың қалып кеткен әдет ғұрыптарын бәрін балаға мұра етіп қалдыру. Сол үшін балаларға қазіргі таңда үйретіп жатырмыз, ұмытып қалмас үшін. Өте орынды. Қазақ дәстүрі өте керек нәрсе қазақ баласына. Әрбір шаңырақта осы қазақтың ұлттық өнерін, ұлттық құндылықтарын барлығын бойына сіңіріп, біз атадан мұра қылып бірімізге жаңағыдай қалдырып үйретіп отыруымыз міндеттіміз. Енді ол ер азаматтар өзінің ер азаматқа тиесілі жаңа ұлттық ойындарымыз бар. Ол тек қана Наурыз кезінде ғана емес, мысалы қазір көкпарда ойында кішкене көбірек қолға алынып жатыр. Өзінің әрине маусымдық кезеңі бар. Қыстың күндері жақсы ойнайды мысалы. Сол сияқты асық ойындарды, асық үйірмесі бар мектебімізде көптеген мысалы. Сол сияқты сурет үйірмесі, көптеген үйірмелеріміз бар. Сол үйірмелерге мүмкіндігінше осы оқушыларымызды көбірек тартып, осылай
ойында қандай да бір өнер болатын болса, соны бұлағын ашып, одан да шыңдап тәрбиелей беруіміз керек сияқты. Бәрекелді. Енді сіздерге алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Мінекей жаңа айтқандай Айша қызымыз бұдан да үлкен жетістікке жете берсін. Бір Айхан ол Шымкент қаласында ғана жаңағыдай қалып қоймай, жаңағы біз бүгін ғана түсірілім болды. Валиханова Жадыра деген әпкең, мысалы біздің республикада біздің олимпиададан жеңімпаз болып келіп жатыр. Бірі білім саласында, бірі өнер саласында. Жалпы мектебімізде тек биіктерден көрінетін оқушыларымыздың қатарынан болуға саған тілектеспіз. Өнермен қоса оқуды да қалдырмай әрқашанда бірге алып жүру керек. Білімің шыңдала берсін. Ал осы сәтте болашақта қандай мамандық таңдап отырсың? Мен болашақта мұғалім таңдап отырмын. Мұғалім ба? Мұғалім деген жалпы жауапкершілігі өте жоғары, қиын мамандық. Бірақ мұғалім болу енді өзіңнің жүрек қалауың болатын болса, саған тілектеспіз. Мұғалім болатын болсаң, қазіргі мұғалімнің қадірін біліп, сол мұғалімнен үлгі алып, содан көп нәрсені қазір мүмкіндігің бар кезде үйренуің керек. Ал жоғары оқуға барған кезде де, бұл кезде де көптеген білімің қажет болады. Сондықтан осы мектептегі алған алғашқы білімің саған үлкен өміріңде саған азық болады. Ал мен бұл себеп сұрап отқаным, бізде қазір көп ұл-қыздарымыз сондай кішкене жеңілдеу жұмыстарға, жеңілдеу, ол жаңағы басқа салалар, банк саласы болсын, басқа сала болсын, сонда көбірек кетіп жатады да, жаңағыдай мұғалімдікте енді көптеу. Техникалық, осындай бір қолынан бір жаңа туынды, жаңа бір идеялар ойлап табатын мамандықтарға бізде аздау барады. Жалпы біздің мектебімізде кәсіптік білім беру бағдары бойынша өте қарқынды жұмыс жүруде. Сондықтан мен ойлаймын, осы мектепті бітіргеніңше өзіңнің шын қалаған мамандығыңды таңдап, енді таңдап қойған екенсің, саған сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың кезекті қонақтары болған мектебіміздегі сәндік қолданбалы өнер үйірмесінің қатысушылары және жетекшісі Эльмира Нәзірханқызы болатын, және біздің үздік оқушыларымыздың бірі Айхан қызымыз. Барлықтарыңызды осындай үйірмелерге балдарыңызды жіберіп, мінекей жақсы өнерден, жақсыдан жиреніп, жақсылықты үйреніп, біздің мектебіміздегі үйірмелерге қатысуға баршаңызды шақырамыз. Сау, саламатты болыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет келгендеріңізге.